Енді міне телефон алдынан орындалып жатқан терме қазақстандық ақын Шынболат Тілдібаевтың шындық термесі қабыл алыңыздар. Сөйлетілім алаңдама тартынба, найзағайдай шындықтайтып жарқылдай. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымдай. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенде шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдынды, шындықтайтып шыңғыратып кез келді. Айтшананар аңғал халық едік қой, аңғалдықтан талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарындай, о ғаламат халық жауы ай дедік қой. Әрбір тілде сөйлегенді таң қылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң байтақталаң тұрғанда, қазақ тілін жасау керек мәңгілік. Әке тұрып сөйлеп кеттау баламыз, ағайыннан алыс кеттау арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз-ау, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Өкініштен өксігімді баса алмай, айту қиын ойлы көзбен жасалмай. Бірақ сақал бір ауылдай билеуші еді-ау, қазір қалдық бір келіннен ай аса алмай. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әрден, қанша сәби өлді улы дәрден. Қыздарымыз үйде тұрып жүзді бұл, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Азаматтар қол бастайтын қаһарман, алкоголдың арбауынан шаталған. Бұл заманның қобыланды мен қандары, өктемей-ақ шығып жатыр қатарған. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда кеттау қазақ деген намысың. Адам түгел шырылдаған тұрғайдай, жаным пидай етпеушін еттай балашым. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға. Кімге керек жаумен жая жегенің, бауырларың қылтамақ боп жатқанда. Ауруымыз бірте-бірте асқынған, асып кетті-ау қара ниет қасқырдан. Қай бабаңның дәстүрінде бар еді-ау, ата-анасын интернатқа тапсырған. Келді бүгін айтатұғын ақтаңдар, бәрін біреу беретініп жаттаңдар. Бір қазақтай үшке бөліп білінбей, қайран елім бірлігін-ау ай сақтаңдар. Көп жақсы рахмет.